фатасауака, сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оянды, тісін мисуакпен жуды дейді. Ва тавадда, сөйтіп не істеді? Дәрет алды. Ва хуа яқул, сөйтіп айтты: инна фи халқис самауати вал ард. Осы аятты оқыды дейді. Хатта хатама сура, осы сүрені біткенше оқыды дейді. Сумма қама, сөйтіп тұрды, фасалла ракатайн, 2 ракат оқыды. Фатала фихимал қиям ва руку ва суджуд. Ол 2 ракаттың ішінде қиямды да, рукуқты да, сәждені де ұзақ оқыды. Сумма инсарафа, сөйтіп кетті дейді. Фанама, барып ұйықтады дейді. Хатта нафаха, ұйықтады дейді. Сөйтіп қайттан тұрды. Сумма фа'ала залика 3 маррат. Сөйтіп бұл нәрсені 3 рет қайталады дейді. Яғни 6 ракат оқыды дейді тахаджуд намазын. Тахаджуд намазын сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір ұйықтап қайттан тұрып, бір ұйықтап қайттан тұрып, бір ұйықтап қайттан тұрып, сөйтіп оқитын еді дейді. Біз ана әйелдеріміз бала қарайды ғой түнде, бала жылайды түнде, солай оқитын еді дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Күллу залика ястаку ва ятавадда ва яқрау хаулай ал-аят.